Сәлеметсіздер ме? Жаңартылған білім беру мазмұнының теориясы мен әдістемесі пәні бойынша бүгінгі қарастыратын дәрісіміздің тақырыбы тиімді оқыту және оқу. Бұл тақырып бойынша қандай мәселелерге тоқталамыз? Бірінші, тиімді оқыту мен оқыту тәсілдері туралы. Екінші, осы оқу үдерісінде белсенді оқу әдістерін қолдану ерекшеліктеріне тоқталамыз. Үшінші, оқытуда белсенді оқу әдістерін қолданудың маңыздылығына тоқталамыз. Келесі, осы оқытудағы белсенді оқытудың ерекшелігінің мазмұнына тоқталамыз. Осы тақырып бойынша жалпы біз қандай мәселелерге тоқталуымыз керек? Алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз, жалпы тиімді оқыту дегеніміз бүгінгі жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 7 модуль бойынша жалпы оқу әдіс тәсілдерін қолданып, оқытудың бүгінгі күн талабына сәйкес мазмұнын іске асыруымыз керек. Тиімді оқыту мен оқу бағдарламасына біртіндеп көшіп, білім саласында жалпы жаңалық енгізіліп, бұның тиімділігі жөнінде біз қаншалықты ақпарат бар екендігін білеміз. Сонымен бірге күнделікті тәжірибеде бастауыш сынып мұғалімдері осы бағдарлама негізінде көптеген жақсы нәтижеге жетіп жатқандығы, сонымен бірге бастауыш сынып оқушыларының сабақтың мазмұнын іске асыру барысында, яғни оқу іс-әрекетін ұйымдастыру барысында өздерінің жалпы қызығушылығы, сабаққа деген құштарлығы, сонымен бірге сабақтың мазмұнын игеруге деген белсенділіктері, топтық жұмыстарға іс-әрекет жасау, сыни ойлана білуі, нәтижеге бағытталған іс-әрекет жасауда осы бағдарламаның қаншалықты маңызды жақсы мәлімет немесе жақсы нәтиже беріп жатқандығы бәрімізге белгілі. Жалпы осы бағдарламаны ұсынған ғалымдардың зерттеулері бойынша оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім біліктілігін дамытуға ықпал ететіндігін, сонымен бірге сол міндеттерге сай ұйымдастыруын талап ету керек деген болатын. Яғни тиімді оқыту мен оқу бағдарламасының теориялық негізімен таныса отырып, білім беру үдерісіндегі қазіргі таңдағы оқу барысындағы 7 модульдің бір-бірімен ықпалдастыра құрған сабақтарының жүйелі нәтижелі болатыны бүгінгі жаңалық болып есептеледі деп айта аламыз. Оқытудың жаңа әдіс тәсілдері осы 7 модульдердегі мұғалімдер тәжірибесінде қолдану арқылы оның артықшылығына көз жеткізіліп келе жатыр. Осыған байланысты оқу процесінде 7 модульге қатысты туындалған жаңалықтарды жақсы деңгейде қабылдап, тиімді пайдалана білуіміз керек. Яғни бағдарламада мұғалімге арналған нұсқаулық кітабынан көптеген ғалымдардың еңбегін қарастыра отырып, олардың нәтижелі, қажетті тұстарына тоқталып, соның жалпы сабақ барысындағы қарым-қатынас барысындағы оқу маңыздылығының рөлі туралы Мерсердің 2005 жылғы пікіріне сүйене отырып, бірлескен жұмыс істеу барысындағы өз білімін топтағы балалармен бөлісуге жаңағы әрекет жасаған екен. Мәтінмен жұмыс істеу барысында, яғни немесе жұптасып іс-әрекет жасағанда, немесе диалогтық іс-әрекет оқыту арқылы жалпы осы оқушылардың шығармашылық тапсырмаларын орындауда Мерсердің осы зерттеушілігіне сүйеніп іске асырамыз екен. Мерсердің зерттеушілік еңбегінде жалпы осы диалогтық әңгімені дамыту арқылы оқушылардың белсенділікке, сонымен бірге іс-әрекетке деген қабілеттіліктері, оқыту мен оқудағы жалпы іс-әрекетке белсенді араласулары, жалпы ынтасы, жігері, жалпы теориялық білімді қабылдауға деген белсенділіктері өте жоғары көрсеткіш беріп келе жатыр. Тиімді оқыту мен оқытудың кейбір тәсілдері, соның ішінде біз айтамыз жаңағы топта жұптасып оқу, немесе топ арқылы оқыту арқылы іске асырамыз. Біз мынау бастауыш сынып оқушыларын сабақ бастағаннан бастап, біздер сыныптағы 20-25 оқушыны 4 топқа немесе 5 топқа бөлу арқылы жалпы алдын ала жоспарлап, белгілі бір іс-әрекет жұптағы жұмыс жасау бағытына жаңағы іс-әрекет жасаймыз екен. Сонымен бірге жұпта жұмыс істей отырып, біздер жалпы баланың қаншалықты оқуға деген белсенділігінің бар екендігі біз осы тәжірибе барысында көріп отырмыз. Соның ішінде біз белсенді оқу дегенімізге тоқталатын болсақ, жалпы оқушыларға эксперимент жасап, мән ұғынып, түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді екен белсенді оқуға. Одан кейін жаңа білімді бұған дейінгі біліммен байланыстырады екен.
Одан кейін қателіктер болса, егер оны тексеріп түсінігімізді жетілдіруге жол ашады екен. Одан кейін тереңірек білімі іске асады, көзқарасы өзгереді. Сонымен бірге осы мен қатар бірлескен оқуда жалпы топтық жұмыс арқылы тұлғалық қарым-қатынас дағдылары жетіледі. Соның ішінде бір-бірімен ақпарат алысады, жоғарғы деңгейдегі ойлау дағдылары жетіледі деп есептейміз. Тиімді дербестікті дамытады, өздері бірлесіп табысқа жете алады. Оқушылар арасында бір-біріне тосқауыл жойылады. Сонымен бірге топтың мүшесі ретінде өзінің негізгі топтағы белсенді мүше ретінде өзі дамытуға мүмкіндік туады екен. Одан кейін саралау. Бұл әр оқушының оқудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру, яғни түсінік пен дағдыларды тереңдейді. Оқушылардың өзіне деген сенім мен оқуға деген уәж артады. Оқушыларға идеяларды тереңірек түсінуге көмектесе отырып, шығармашылыққа ынталанады екен. Сонымен бірге барлық оқушылар үшін бұл тиімді саралау әдісі. Барлық оқушылар яғни күтілетін нәтижесін ала алады, немесе арттыра алады деп есептейміз. Сонымен бірге пәнаралық байланыс. Пәндердің арасында байланыс орнатуымыз керек, ол бәрімізге белгілі. Білім беру бағдарламасының аясын кеңейтіп, яғни бұл теңестіріп отырады. Одан кейін тереңірек білім алуға мүмкіндік береді. Көптеген дағдыларды қалыптастырады, түсінік пен дағдыларды дамытуға көмектесе алады. Олардың неғұрлым саналы меңгерілуіне көмектеседі, сонымен бірге оқуға деген уәжі артады екен. Оқушылардың қажеттілігін қанағаттандыру, яғни бұл уәжді өзін бағалау деңгейін арттыру, одан кейін оқыту үдерісіне бағыт беру, оқушылардың өз жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді екен. Одан кейін оқушылардың барынша тиімді оқу жолдарын түсінуге көмектеседі. Осыған байланысты оқу әңгімелері қалай іске асады? Яғни оқушылардың тапсырмаларды өзара талқылау арқылы іске асады. Яғни ол топта неше баланың санына сәйкес әңгіме құрастыру мүмкін, немесе екі бала, яғни диалогтық тұрғыда оқу әңгімесін іске асыру мүмкін. Яғни бұнда оқушылардың топта көбірек үлес қосуына мүмкіндік береді екен оқу әңгімелері арқылы. Екінші, оқушылардың бір-біріне білім мен дағдыларды үйренуге жетелейді. Үшінші, тақырыпты терең түсінуіне жол ашады екен. Сонымен бірге оқушылардың өз үлгерімі туралы ойланып, әрі қарай не істеу керектігі туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Одан кейін тапсырманы күрделендіріп, оқушылардың уәжін арттырып отырады екен. Біз сонымен бірге жалпы бүгінгі электрондық оқу және жаңа технологияларды пайдалануды қалай іске асырамыз. Енді алдыңғы сабақта біз айтып өткен болатынбыз, ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану дегенде. Сонда бұл оқушылардың жалпы оқуға деген қызығушылығын арттырады. Одан кейін уәжді арттыра алады екен. Зерттеу жүргізу, қарым-қатынас жасау, ынтымақтастық орнату және тапсырмаларды тиімді іске асыру үшін қолданылады. Сонымен бірге оқушылардың ақпарат іздеу, өз тәсілдерін табуына мүмкіндік бере отырып, олардың өз үлесін қосуына септігін тигізеді. Сонымен бірге сыныптан тыс өз бетінше білім алуға мүмкіндік береді. Сонда бүгінгі күнде ақпараттық, электрондық және оқу технологияларының қаншалықты оқушылардың оқу үдерісін меңгеруіне ықпалы зор екен. Одан кейін модельдеу, яғни іске асырып жатқан ойлау үдерістерін түсіндіре отырып, мысал ұсыну. Яғни онда оқушыларды бір мезгілде пән мазмұны туралы ойлануға және сарапшы ретінде әрекет етуге жетелейді екен. Одан кейін оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуіне көбірек мүмкіндік береді, тапсырманы кезеңдерге бөліп орындайды екен. Одан кейін үдеріс туралы ойланып рефлексия жасауға ынталандырады. Яғни рефлексия көбіне көп оқушылардың кері байланыс арқылы іске асады. Сонымен бірге біз жалпы осы іс-әрекетті ұйымдастыру басында тиімді сұрақты қалай қоюымызға болады? Жалпы оқушыларға тиімді сұрақ қандай жолға, немесе қандай бастамаға, немесе өз білімін қалай толық айтуға, немесе өз білімін қалай түсінігін арттыра алады деген мәселе бойынша біз алдын ала тақырып бойынша сұрақтар дайындаймыз. Яғни бұл сұрақтарды қою үшін біз жалпылама ашық сұрақтарды әзірлеп алуымызға болады. Сіз қалай істей аласыздар, немесе сен қандай нәтиже жетесің, егер осы туралы не айтып бере аласыз деген сияқты, яғни тақырыпқа байланысты бірнеше сұрақтарды қоюыңызға болады екен. Сонда тиімді сұрақ қандай болады? Яғни нақты қайталауды талап ететін сұрақ қоюдың орнына оны теріс
айналдырыңыз. Мысалы, металл ма деген сұраққа неге мысалы мыс металл болып табыла ма деген сияқты бірнеше сұрақтарды кері тиімді сұрақ ретінде пайдалануымызға болады екен. Сонда сұрақты кім қою керек? Оқушылар қою керек пе, мұғалім қою керек пе? Әрине, оқу барысында бірінші мазмұнға сәйкес мұғалім бірнеше сұрақтарды дайындап алады. Сонымен бірге оқушылардың бір-біріне сұрақ қоюына мүмкіндік беруіміз керек. Сонымен бірге бір-біріне сұрақ қоюға байланысты ауызша немесе жазбаша сұрақ құрылымын дайындатуға үйретуіміз керек екен. Сонда барлық оқушылар қалай сұрақ қояды, немесе бұл сұрақ жауап барысында сұрақ қоюға жауап беруге қалай ынталанады, немесе осы сұрақ қойған кезде балаға қанша уақыт беруіміз керек, осының барлығын алдын ала ойластырып алуымыз керек екен. Сонда біз оқушылардың жалпы осы жаңағы сұраққа жауап іздегенде қаншалықты шығармашылық бағытта жұмыстануына, сонымен бірге Блум таксономиясы бойынша, яғни бағалау, синтез, анализ, қолдану, түсіну, білу арқылы іске асырамыз екен. Сонда біз жалпы тиімді оқытудың негізін іске асыру үшін біз негізінен Блум таксономиясының негізін қолдануымыз керек екен. Бұған қысқаша тоқталып өтетін болсақ, Блум таксономиясы дегеніміз не? Немесе жалпы Блум таксономиясы дегенді қалай түсінеміз? Бұл қандай термин? Дегенге қысқаша тоқталып кетейік. Яғни таксономия дегеніміз бұл орналасу, құрылыс, тәртіп немесе заң деген мағынаны білдіреді екен. Соның ішінде таксономия олардың негізгі белгілі бір құрылымындағы бірізділігін реттейтін, құрастыру мақсатындағы берілетін сандарды нақты бір өлшемдер мен қағидалар бойынша жіктеу екен. Таксономия барлық мақсаттар мен нәтижелерді бірдей маңызға, құндылықтарға ие бола алмайтындығына негізделген екен. Сонда Блум таксономиясы дегеніміздің өзі, осы Блум деген жаңағы ағылшын америкалық психологтың атына негізделіп берілген. Яғни бұл Блум Бенджамин деген 1913-1999 жылдар аралығында өмір сүрген. Сонда осы Блум таксономиясы атауын алған осы жүйені құрушы екен Блум. Яғни бұл Чикаго университетіндегі жұмыс жасап жүрген кезінде осыған байланысты тұжырымдардың негіздіне байланысты өзінің еңбектерін жариялаған, білім беру мақсатының жүктелу ерекшеліктерін, адами мінездемелер тұрақтылығы мен өзгерістер туралы, яғни өз еңбектерін жариялаған екен. Сонымен бірге бұл Блум тұжырымдамасын қабылдаған уақытымыз біздің 20 ғасырдың 60-70 жылдары, яғни ақш-тың көптеген білім беру мекемелері осы Блум тұжырымдамасын қабылдаған екен. Яғни бұл жөнінде ғалымдар мен практиктердің тарапынан көптеген сын айтушылар да болды. Яғни оларды мектепте қолдау деңгейі қалай жүргізіледі, немесе қандай бағытта іске асады деген пікірлер болды. Яғни сонда Блум таксономиясының білімді игеруге бағытталған негізінен біз 6 қадамын іске асыруымыз керек. Бірінші, білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау және бағалау. Енді осы Блум таксономиясы бойынша бірінші білу дегеніміз не? Бұл таным мен ойлау деңгейі, яғни бұл категория мәліметтерді қайталау немесе тану арқылы есе қалай сақтаған тексеру бағытындағы мағлұмат пен деректерге сүйенеміз екен. Сонда одан кейін түсіну, яғни таным мен ойлау деңгейінің орта деңгейі, оқу материалының түсініктер ретінде қандай өзгерістерді немесе анықтауға болады. Яғни оқушы оқу материалы бойынша өзі жаңағы айтып береді, немесе өз мәліметін көрсетеді, оқу материалының өз сөзімен түсіндіру, қысқаша баяндау жүргізіледі. Сонымен бірге әңгімелерді әрі қарай не туралы болатындығы, оның салдары мен нәтижелерін болжайды екен түсіну барысында. Одан кейін қолдану, яғни таным мен ойлау деңгейінің орта деңгейі. Бұл категория оқу материалын нақты жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда қолдану меңзейді. Мұнда ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, заңдарды, қағидаларды, теорияларды практикалық тұрғыда қолдану керек екен. Яғни оқу нәтижелері түсіне деңгейіне қарағанда материалды тереңірек игеруді талап етеді екен. Бұл қолдану. Ал талдау,
таным мен ойлау деңгейінің жоғарғы деңгейі болып табылады. Ол оқу материалының құрылымы анық көріну үшін оны құрамдас бөліктерге бөлу, бүтіннің бөліктерін ажырату, бүтіннен бөліктердің арасындағы өзара байланыстылығын анықтау, бүтіннің қалайша ұйымдастырылғандығын сезіну. Бұл категория, яғни оқу материалының мазмұнын сезіммен қатар оның ішкі құрылысын қалайша құрылатындығын меңзейді екен. Келесі жинақтау, яғни бұл да таным мен ойлаудың деңгейінің жоғарғы ойлау деңгейінің жоғарғы деңгейі деп есептейміз. Яғни оқу материалының элементтерінен жаңашыл сипаттан бүтінді құрастыру, яғни жаңа нәтиже ретінде оқу материалдарын мүлдем өзгеше еліктейтін хабарлама немесе жұмыс жоспарын схемаларда атауға болады. Мұндай оқу нәтижелері жаңа мазмұны мен жаңа құрылымдарды жасап шығаратын шығармашылық әрекеттерді қолдануды талап етеді екен. Ал бағалау, яғни таным мен ойлау деңгейіндегі жоғарғы деңгей, ол оқу материалының маңызын анықтау, ол туралы өзіндік пікір келтіру, ойын білдіру. Бұл деңгей, яғни алдыңғы категориялардың оқу нәтижелеріне қол жеткізу болып табылады. Біз, яғни бұл туралы жалпы бағалау, күнделікті бағалау, яғни критериалды бағалау, яғни формативті, суммативті бағалаудың түрлерін білеміз екен. Осы Блум таксономиясы бойынша қандай сұрақтар мен тапсырма үлгісінің мазмұнын қалай іске асыруымызға болады? Білім түрінің мазмұны, яғни жеке тоқталатын болсақ, мәліметтерді қайталау немесе тану арқылы есте қалай сақтайтындығын тексеруге бағытталады. Бұл мағлұмат пен деректерді еске түсіреді екен. Мысалы, жабық тест тапсырмалары орындалады, немесе жадқа айту әдісі іске асады, анықтамалар мен атауларды қайталау, немесе олардың қолдану тәртібін айтып білдіреді екен. Яғни білу мазмұнының түрі екен. Ал түсіну, яғни бұл мәліметтерді басқа таныс жүйеге ауыстыру, оларды түрлендіру, сонымен бірге есте сақтаған мағлұматтарды басқаларға жеткізу жолдан айқындау, ұқсастығын анықтау, айырмашылық салыстыру, нәтижені суреттеу, жаңа айтып кеттік. Яғни түсіну ұғымдарының өзін біз 4 топқа бөлуімізге болады екен. Жаңа айтып кеткендей, бұл интерпретация, жаңағы негізгі идеялар мен олардың өзара байланыстылығын анықтаймыз екен, немесе сұрақтарына жауап іздейміз екен, салыстырамыз, айырмашылығын көрсетеміз екен. Одан кейін жаңағы айтылған қолдану, яғни белгілі бір проблеманы шешу үшін мәліметті қолдану немесе іске асыру. Мысалы, оқушы, яғни проблеманы өзінше шешу керек. Ұстаз тек шешімге емес, шешу процесінің құралуына да назар салу керек. Өйткені шешу жолы шешімнің өзінен не маңыздырақ болуы мүмкін. Одан кейін талдау, яғни анализ жасау түрінің мазмұны, бұл зерттеу нысанының құрылымын анықтау, мақсаты мен құрамдас бөліктеріне жіктеу. Яғни оқушы әртүрлі бөліктердің қалайша жұмыс істейтіндігі, немесе нәтижеге қалай жететіндігін анықтап түсіндіреді екен. Яғни түсінуден талдау мәліметті терең өңдеу мен игеру мен ерекшеленеді. Ал талдаудың негізгі түрлеріне тоқталатын болсақ, бірінші негізін тану, астарлы мағынаны ажырату, яғни мотивацияны анықтау, яғни қозғаушы күшті анықтаймыз екен. Енді бұл туралы жеке тоқталатын болсақ, негізін анықтау дегеніміз бұл құрамдас бөліктерге жіктеу. Сонымен бірге өзінің жаңағы айтылған ойды әрмен қарай дамыту үшін жаңа оқушы өзінің білімін көрсету арқылы іске асады екен. Ал астарлы мағынаны ажырату бұл екі тұжырымның қатынасын көрсетуді талап етеді. Яғни тура көрсетілмеген шешімдер мен ассоциацияларды, себеп салдарды келтіру арқылы іске асады. Одан кейін мотивация, бұл себептерді айқындау, оқушы мағына мен әрекеттер танып, өз ойларын дәлелдер арқылы айтып береді екен. Сонымен бірге синтез түрінің жұмыс мазмұны, жаңа мазмұн тудыру, мақсаты мен элементтерді шығармашылықпен біріктіру, одан кейін болжау, шарттылық, мүмкіндік ұғымдарын қолданып, өз тәжірибесі негізінде жаңа модель құрастыру екен. Одан кейін жұмыс және нәтиже түрлері, яғни онда шығармашылық жанрлар, жоспар құрылысы құрастыру немесе тәжірибеге қою, өткізу,
одан кейін абстрактылы ұғымдармен негізделген нәтижелер. Сонда соңғысы бағалау түрінің мазмұны бұл пікір білім алушының шешім қабылдап өзі дәлелдей білуі. Сонымен бірге оқушылардың өз идеяларының, өз ойларының, пайымдауларының мазмұнды негіздеуіне көмектеседі екен. Одан кейін оқушылар өз позицияларын нақтылық, логикалық, жүйелік, дәйектілікке негіздеуді қажет етеді екен. Міне оқушылардың жалпы берген тапсырманы толық меңгеру үшін білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау үлкен роль атқарады. Яғни таным мен ойлау деңгейі бойынша біз төменгі қалай іске асырамыз, немесе талдау, яғни синтез, анализ жасау, яғни немесе бағалау шкалалары бұл ең жоғарғы дәрежеде іске асу керек. Сонда біз осы негізгі Блум таксономиясын іске асыра отырып, барлық жаңа берілген мазмұндағы жұмысты іске асырамыз екен. Қолдану. Мысалы, әрбір пәнге байланысты оқушылар осы Блум таксономиясын жаңа іске асыру бағытында жұмыс жүргізсе, яғни теориялық білімі нақты мақсаттан нәтижеге бағыттап әрекет жүргізіледі екен. Сонда бұл Блум таксономиясының негізгі мақсатын іске асыратын болсақ, оның белгілерін мұғалімнің іс-әрекеті, оқушының іс-әрекеті арқылы негізгі жұмысының қорытынды бағасын шығарып ала аламыз екен. Сонда Блум таксономиясының іске асыруда оқушылардың танымдық жалпы қабілеттерінің даму деңгейін анықтауға мүмкіндік беріп отырады. Яғни әрбір оқушының қаншалықты деңгейде осы бағытта іс-әрекет жасағандығы туралы айта аламыз екен. Міне дәрісіміз аяқталды. Рахмет.